Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Сіздерге бүгін осындай ішінде творог начинкамен өте жұмсақ әрі дәмді тәтті булочкалардың рецебін көрсетіп өтемін. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, қантымызды, бір штук жұмыртқамызды, дрожжымызды және де сұйық майымызды құйып, барлығыны біркелкі болғанға дейін венчикпен немесе вилканың көмегімен осылай араластырып аламыз. Енді електен шығарылған ұнымызды салып, жаймендеп қолымызбен қамыр илеуді бастаймыз. Бізде бұл жерде жұмсақтау қамыр болуы керек. Егер қатты қып қойсаңыздар, булочкаларыңыз піскен кезінде қатты болып қалады. Қамырды небәрі жұмсақ қып илесеңіздер, булочкаңызда ісіп, жұмсақ болып шығады. Сіздерге қанша грамм ұн салыну керек екенін рецептің барлығын описанияға толықтай жазып қалдырамын. Енді жұмсаған сармайымызды салып, біркелкі болғанға дейін жақсылап сармайы сіңгенге дейін қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымызды илеп болдық. Міне енді бетін жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа бетін жауып қойамыз. Ашып, көтеріліп шыққан қамырымызды енді бірді етіп барлығыны 105 граммнан зуалаға бөліп аламыз. Менде үлкендеу етіп істедім, сіздер өздеріңіз кішілеу етіп істесеңіздер де болады. Енді булочканың ішіне салынатын начинка бізде бұл жерде творог, 1 штук жұмыртқа, қантымызды салып, езіп, осылай жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. 15-20 минутқа тындырып қойған зуаламызды алып, енді осылай думалақ тәрізді етіп жайып, ішіне творогымызды салып, өздеріңіз кез келген булочканың түріне бүйтіп түйіп қолдансаңыздар болады. Мен осылай етіп, видеода көргендей етіп түйіп алдым. Сіздер тағы да ішіне басқа варенье салсаңыздар болады, немесе мейіз салсаңыздар болады. Кез келген заттар қолдансаңыздар болады. Және де өздеріңіз қалағандай етіп түйсеңіздер болады. Творогпен, барлық начинкалармен өте күшті кететін болады. Бұл булочкалар өте жұмсақ әрі жиымтал болады. Жақсылап басып түйіңіздер. Пісіп жатқан кезде бұл ісіп әлі ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан жақсылап әдемдеп түйіңіздер. Енді түйіп болғаннан кейін бетіне 1 жұмыртқаның сарысын жағамыз. Бетіне мак сеуіп, қызып тұрған духовкамызда 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пісіп шыққан кезінде, булочкамыз пісіп шықты. Міне қараңыздар, бетіне ыстық кезінде мед жағып жіберсеңіздер, осындай жылтырап әдемі болып тұрады. Барлығын пісіріп алдық. Міне сіздер де пісіріп көріңіздер, өте күшті, жұмсақ, осындай әдемі болып, топ-томпақ болып ісіп шығады. Парақшама тіркеліп кетіңіздер. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар, кіріп көрсеңіздер болады.